Сәлем, жиі сөз етілетін отандық жұлдыздардың өміріне шолу жасайтын Инстаньюз. Назарларыңызға бүгін Ақан Сатаевты, Димаш Құдайбергеновті және Медина Шалқасованы сөз етеміз. Ақан Сатаев Томирис атты тарихи картинаның түсірілімін бастап кетті. Өткен демалыста режиссер оның алғашқы кадрларын түсірген. Бұл жайлы ол өзінің инстаграмдағы парақшасында жазды. Ендеше Сатаевқа сәттілік тілейміз. Ал біз аталмыш туынды жайлы алдағы уақытта толығырақ біліп, назарларыңызға ұсынатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Димаш Құдайбергенов кезекті жүлдеге ие болды. Бұл жаңалықты оның инстаграмдағы парақшасынан байқадық. Аталмыш сыйлық әншіге қарқынды шеберлігі үшін берілген. Олай болса, Гәкку арнасы Димашты шын жүректен құттықтайды. Медина Жалғасова инстаграмдағы парақшасына қызықты пост жариялады. Онда әнші жайрандық арулардың жуырда жаңа бейнебаянының түсіріліміне кірісетінін жазған. Ендеше сәттілік. Ал Гәкку арнасы бейнеклипке байланысты жаңалықтармен сіздермен жақын арада бөлісетін болады. Сондықтан күтіңіздер. Galaxy Note 8 бен бірге өміріңіз ашық түстерге толы болады. Сондықтан әдемі гаджетті сатып алып, әр күніңізді шаттыққа бөлеңіз. Отандық жұлдыздар тағы қандай постмен қызықтырады екен? Оны әрине ертең білеміз. Бізбен бірге болыңыздар.